Жаңа жылға бір апта қалғанда менің подругаларым топқа хабарласып, міндетті түрде біздің сыныппен бірге жаңа жылдық кешке бару керектігін айтты. Ол жерде барлығы болады: анимациялар, жұлдыздар және де жаңа жылдық шоу, аренда, зал деп бәрі мәз екенін жеткізді. Ал мен барғым келмеді. Ішім бір түрлі тартып, жанымдағы бір жұмбақ дауыстың сыбдыры қанымды ше бастады. Барма, жаңа жылға, барма, деп қайта-қайта ескертетіндей болды. Бірақ әрине, маған ешкім сене қоймады. Ай, Мадина, просто сен қорқақсың, деді біреуі. Бәлкім көңіліңді көтерер, бәріміз барармыз ғой, деді екіншісі. Жарайды, деп келістім. Бірақ мен дәл сол күнді өмір бойы өкінетінімді іштей сездім. Кеш өтетін ғимарат қаланың шетінде ескі ресторан болатын. Бұрын ремонт жасалды деген, бірақ сыртынан қарасаң, қабырғалары жарылып, терезелері күңгірттеніп, кіреберістен бір түрлі суық леп есетін болды. Ішке кіргенде бәрі қалыпты көрінді. Музыка ойнап тұр, балалар билеп жатыр. Бірақ бір нәрсе дұрыс болмады. Жылтырақтың арасында торланған қарасынды көлеңке жылдам өте қалды. Едендегі шыршаның астын салқын леп соқты. Және ең жаманы, диджейдің жанындағы адам бетінде маска киген. Бірақ ол маска сияқты емес, адамның терісі сияқты болды. Мен қараған сайын ол маған тура қарап тұрғандай сезілді. Жымиып, тым үлкен жымиыспен маған бақырайып қарап тұрды. Сағат түнгі 11-де жарық кенеттен жыпылықтап өшіп жанып бастады. Бір сәтке бәрі қараңғыланып, бөлмені үнсіздік басты. Сол кезде мен үстел астына біреу жылжып бара жатқанын көрдім. Құдды адам секілді, бірақ қолдары ұзын, тырнақтары металл сияқты болды. Қараңғыда тесіле қарап жатқан екі сары көз. Жарық қайта жанғанда ештеңе болмағандай, көзі бар жалғыз мен сияқты болды. Мадина, не болды? Деді жанымдағылар. Түгіңді көрген жоқпыз. Мен үндемедім, өйткені бір нәрсе анық болды. Бірдеңе залдың ішінде жүр, және ол біздің әлемге мүлдем қатысы жоқ, тиессіз нәрсе екенін сездім. Ол менің үрейімді одан сайын қорқыта түсті. Мен болсам қандай әрекет істерімді білмедім.